Енді біз бөз матамыз 16 сантиметр, ал тіккен құрағымыз 15 сантиметр шығады. Енді мына етна оюларымызды түсіру үшін біз мына ақ матаны 15 сантиметрге ден төрт бұрышты етіп қиып аламыз. Сіздерге мына құраққа қажетті заттарды таныстыра өтейін. Құраққа арналған тақта, құрақты кесетін пышақтар болады, және де сызғышы болады. Бұл сызғыштың айырмашылығы асты гідір-гідір болып тұрады. Матаға қойған кезде матаны қозғалтпай тұрады. Енді қайшымен кескенге қарағанда жұмыс әлде қайда жеңіл болады. Себебі бір қатарлап кесіп отырмаймыз. Шұғыраққа дайындайтын кезде 3-4 қабат матаны қойып, тез-тез кесіп алуға болады. Өте ыңғайлы жұмыс жасағанға. Мінекей. Мінекей. Бір кескен кезде 3 қабат матаны бірдей кесіп алуға болады. Енді флезилин мен паутинканың айырмашылығын айта өтейін. Паутинка қант тәріздес келеді. Бұл жерде мата мен матаны жабыстыру үшін пайдаланылады. Сабақта қазір көрсетемін. Енді флезилин бұл матаның астыңғы бөлігіне жабыстырамыз. Бір шеті ғана жабысады. Бұның қызметі маталар, мысалға ою оямыз, сол кездерде
матаның астына флизелин жабыстырып жіберген жақсы. Яғни оюды бір қалыпты ұстап тұрады. Жаға, жең болсын, пайдаланады ғой көбінесе тігінде. Сол кезде формасын бір қалыпты ұстап тұру үшін осы флизелинді пайдаланады. Енді матаға флизелинді жабыстырып аламыз. Үтіктеп. Сосын етна оюларымызды сызып, кесіп, қиып аламыз. Енді етна оюларымызды сызып дайындаймыз. Мінекей біз сызып болдық оюларымызды. Енді қайшымен кесіп дайындап аламыз. Көктем келді, аспаныз өзгерді, қауышарған бәйшешекті көз көрді. Қызғалдақтай, сарғалдақтай қыздар, қызыл сары гүл сыйлайтын кез келді. Қыдырып қайтам, сұлуларға айтам. Мінекей енді қиып алған оюымызды четтерін зигзагпен тігіп шығамыз. Енді бұл кішкентай ғана ою болғандықтан четтерін минимальный зигзагқа қоямыз. Сол ең төменгі зигзаг бойынша тігіп шығамыз. Флизелиннің бір жақсысы, мысалға, матаны өзін ғана кесіп алатын болсақ, мұнан бәрі айналып тұрады. Флизелин өз қалпын ұстап тұрады. Қозғалып кетеді десеңіздер, бұл авкымен қадап қойсаңыздар болады. Себебі бұл королевский барқыт тайғақ болады, мысалы төгіп бір жаққа қарағаннан кейін сол жаққа қарай тайғанай береді.
мінекей біз тігіп болдық. Егер де астындағы матаңызды жиырып жататын болса, онда астына да флизелин қойып жібергеніңіз жақсы. Біз астына ешқандай флизелин қойған жоқпыз. Тігін машина ыңғайлы. Ал егер де жиырып дұрыс тікпей жататын болса, астына да флизелин, астыңғы матаға да және оюдың астына да флизелин жабыстырған дұрыс. Сол кезде қатты болады да, ешқандай жиырылу деген болмайды. Осылай бірнешеуін тігіп аламыз. Егер де көрпешеге жасайым десеңіздер, онда 4 данасы жетеді. Ал егер де шай көрпе, одан да үлкен көрпе жасайтын болсақ, 8-12 штук керек болады. 12 данасы.